Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Достар, асқабақ көптеген дерттерден айықтыратынын білесіз бе? Асқабақ жайлы толық ақпарат алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан, оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз болады. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жеріне ол қайдан әкелінді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде нақты дерек күтіңіз. Асқабақ бір және көп жылдық шөптесін қолдан өсірілетін өсімдік. Уысыз дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин дәнінде 30% май бар. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, Р ағзадағы зат алмасу жеделдететін, Т және қанның ұюына ықпал ететін К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетін, таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды, өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек қан тамыры аурулары, гипертония, зат алмасуды қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдап, паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Асқорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазарады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларды 60%-ға дейін линольді қышқылдан және 15% шамасында линолен қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақтың пайдасы: терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертіне 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішіне болуы керек. Дайын кезде тұнбадан
күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стакан ішеді. 20 күн, 1 айдан кейін қайтадан жалғасады. Асқабақ шырынын балға қосып, жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерті болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Ішектегі паразиттен құтылудың ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәнін ашқарынға жейді. 7 шақты дәнді езіп, сүтпен ішеді. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стакан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет ашқарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған, буға піскен асқабақ майегінен ботқа дайындап күніне 2 рет 50 грамм ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып, 1 стаканнан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып, 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмейді. Бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап, иммунитетті көтереді, әрі адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сирек кездесетін Т дәруменінің арқасында асқабақ семіздіктен сақтайды. Оны сиыр етімен қосып дайындаса, керемет тағам болып шығады. Ал асқабақты көп жейтін адамдардың бет жүзі әрленіп, көңіл күйі көтеріңкі жүреді. Асқабақта кездесетін майда талшықтар іш қатуды болдырмайды. Қатерлі ісік ауруына шалдықпауға көмектеседі. Ал С және Б дәрумендері адам денесіне жиналып қалған тұздарды шығарып, қан қысымын реттейтін қасиетке ие. Достар, бүгінгі асқабақ жайлы пайдалы ақпаратым сіздерге пайдасын тигізеді деген ойдамын. Егер де видео ұнаса лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.